Қазақстан Республикасы ұлттық банкінің Солтүстік Қазақстан облыстық филиалында ипотекалық несие алғандардың қарызын банктер қайта қаржыландыруға бас тартқан борышкерлердің мәселесін арнайы комиссия қарастырды. Өңірімізде 2004-2009 жылдары ипотекалық несие алып, бүгінгі күні аталмыш бағдарламаны қолдана алатындардың саны 800 борышкерлерді құрайды. Банктер 200-дің ісін қарап, 115-ін қолдады. 35 несие алушының құжаттары талаптарға сай болмай шықты. Екінші деңгейлі банктерден оң шешімін таппағандардың мәселесін арнайы құрылған комиссия қарастыруда. Осы жолғы отырысқа 7 өтініш түсті. Бүгінгі таңда ипотекалық несиелерді қайта қаржыландыру бағдарламасы бойынша өтініштерді қабылдау жалғасып келеді. Бұл несие төлеуде қиыншылық көргендердің жағдайын жеңілдету үшін жасалынып жатқан шара дейді облыстың бас банкирі. Қайтадан қаржыландыру үшін ол сіздің тек қана сізде бірақ пәтер болу керек. Не болмаса үй, не болмаса жер деген сияқты. Бұл программа әсіресе мынау тұрмысы төмен, әртүрлі социальный слой населения дейміз, соларға арналған. Бұл емшектер өздерінің несиелерін 3%-пен қайтадан қаржыландырады. 3%-пен. 20 жылға дейін. Сондықтан бұл халыққа өте тиімді.